Баннер жасау үшін бізге овер қосымшасы керек. Овер қосымшасына кіріп, плюсик дегенді басып, транспарент, яғни прозрачный фонды таңдап, алғашқысына барып, Instagram пост размері, яғни 1080-1080 әкеліп, птичканы басамыз. Размеріміз таңдалды. Енді имидждан біз өзімізге ұнаған қаланың суретін әкеліп қоямыз. Екі жаққа саусағымызбен тартып, ортаға ыңғайластырып қойып аламыз. Келесі градиентке ұқсаған фонымызды әкеп жүктейміз. Оны да екі саусағымызбен тартып тұрып, ортаға ыңғайластырып қойып аламыз. Келесі тағы имиджді басып, қызымыздың суретін әкеп жүктейміз. Ортаға ыңғайластырып қойдық. Астындағы екінші элемент adjust дегенмен соңына жылжытып, sharpen дегенді алып, бізге керекті четкостін келтіреміз. Қыздың бағана қиылғанда ол качествосын жояды, сондықтан кішкене качество береміз. Келесі 3D объектімізді жүктейміз. Так, ол менде мұны аяқтадыр. Примерно осылай әкеліп қойып, орналастырып аламыз. Орналастырып алғаннан кейін ең астында маска дегенге барамыз. Маска дегенге барып, екінші элементпен қызымызды слойдан таңдап аламыз бірінші, сосын кейін барып осылай өшіре бастаймыз, жақындатып алып, өстіп бастаймыз. Слойдан қайтадан қызымызды таңдаймыз и мойын жағын өшіреміз. Қыз емес, 3D объектін таңдағаннан кейін өстіп ақырындап өшіреміз. Центрға келтіргеннен кейін қызымыздың жанындағы қаламызды шығаруымыз керек. Біз қызымызды жаңағы фонды бағып жақындатып аламыз. И розовый фонымыз таңдаймыз. И фиолетовый фонымыз солдан алып өшіре бастаймыз. Маск деген немен, инструментпен алып, ақырындап өстіп өшіреміз. Ар жағында қала сонда көрінетін болады бізге. Птичканы басамыз. Сақталады. Енді бізге офер текст жазу керек біз. Оферіміз онлайн миллионер. Таргетке сразу, чтобы готовы болу үшін мен латынша және қазақша араластырып жазамын. Онлайн әкеліп қойдық қызымыздың жанына. И шрифт таңдаймыз. Мен осы шрифтті таңдадым. Текстіміздің үстін басып, дубликатты алсақ, екінші повтор болады сөз. Примерно осылай қойып көрейік. И миллионер деп екінші оферімізді жазамыз. Текстімізді жанына қойсақ, онлайн миллионер келмейді екен, сондықтан төбесіне қойып көрейік. И қызымыздың артына кішкене жасырамыз. Цветін color деген инструменттен қыздың үстіндегі немесе біздің қаламыздың цветіне келтірсек болады. Онлайн осындай ақ болып тұра берсін. Миллионердің үстін басып, біз түсін өзгертіп аламыз. Color'дан осы пипеткамен аршанда қаланмен темно-синий алып келтірдік. Енді оны ұстап тұрып, қызымыздың артына қоямыз. Енді келесі офер текстімізді жаза бастаймыз. Астына кеп қоямыз и шрифтін таңдаймыз. Үстін басып, келесі офердан жазып қояйық. Тегін қатысамын деп.
қағаз әріппен жазамыз. И сол шрифтті қалдырдық. И имиджді басып, алдын ала дайындалған осы shapes ба, осындайды келіп қоямыз. И оны за текстім, яғни тегін қатсамның астына қоямыз. Мына шетіндегі үш сызықты басып тұрып, осылай әкесек астына қойылады. И тегін қатсамның үстін басып, біз түсін өзгертеміз. Пипетканы аламыз, қыздың үстіндегі водолазкамен подцвет қылып қарамен қойдық. Вот болды. Кішкене текстің үстін басып астыға ортаға қойып, сары сызықпен тура ортасына қойдық. Баннеріміз дайын болып қалды. Офер текстарын жаздық. Енді бізге келесі элемент, мынандай элементтер қажет болады. И осыны екі саусағымызбен үлкейтіп, ұстап тұрып, ыңғайластырып осылай қойып аламыз. Келесі тағы бір элемент, Memphis элементтерін добавить еткім келіп тұр бұл жерде. Бұл PNG форматта көшірілген, бірақ артында сонда да точкалар қалып қойыпты. И бізге өзімізге керекті custom group дегенменен элементпен custom деген екінші таңдап, и осылай қиып аламыз. Потом үлкейтіп, мына жағына да келіп қойдым. И mask деген элементпенен алып өшірдім. Үлкейтіп қойып алғаннан кейін кетпей қойды. Примерно осылай болады. Екінші жағына тоже дубликат етіп әкеліп орналастырдым. Ыңғайлап қойып алғасын, сақтап аласыз сейф батырмасымен. Мына PNG файлдардың барлығын любой сайттан көшіре аласыздар. Болмаса, егерде маған жазсаңыздар, сіздерге беремін.